Адал азамат мемлекет тірегі. Волонтерлік азаматтық белсенділік түрі. Волонтерлік тек көмек көрсету емес, бұл маңызды мәселелерге назар аударта алатын күш. Волонтерлік тек жастарға ғана тән қызмет емес. Аға ұрпақ өкілдері де бұл іске белсене атсалысады. Еріктілер әсіресе пандемия кезінде елге қызмет етудің озық үлгісін көрсетті. Еріктілер қызметі барша азаматқа үлгі болып, ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға жол ашады. Бүгінде еріктілердің Казволонтер KZ бірыңғай онлайн платформасы жұмыс істеп тұр. Онда 1200-ден астам түрлі волонтерлік жоба мен акция орналастырылған. Платформада 4800-ден астам ерікті мен 3800-ден астам ұйым тіркелген. Халықты волонтерлік жөніндегі ақпараттандыру мақсатында бірыңғай байланыс орталығы жұмыс істейді. 2024-2026 жылдарға арналған волонтерлікті дамыту және қолдау жөніндегі жол картасы іске асырылып жатыр. Негізгі басымдық салалық волонтерлікті дамыту. Волонтерлердің ұлттық фронт офисі мен 20 өңірлік фронт офисі бар. 5 желтоқсанда халықаралық волонтерлер күніне орай жыл сайын жыл волонтері халықаралық сыйлығымен марапаттау рәсімі өткізіледі. 5 қыркүйекте халықаралық қайырымдылық күніне орай жыл сайын қайырымдылық саласындағы құрметті атақ табысталады. Биыл 1 наурызда алғыс айту күніне орай республикалық игі істер марафоны жобасының жаңа кезеңі басталды. Казволонтер KZ сайтында мейірім көрсеткіші іске қосылды. 1700-ге тарта игі іс тіркелді. Марафон аясында арнайы күнтізбе әзірленіп, 700-ден астам тақырыптық іс-шара өткізу жоспарланған. Қорытындысы жыл соңына қарай шығарылады. Наурызнама мерекесін жаңаша атап өту тұжырымдамасы аясында қайырымдылық пен мейірімділікті ілгерілету мақсатында республикалық жанашыр жүрек акциясы ұйымдастырылды. Оның аясында 300-ден астам қайырымдылық шара өткізілді. 2000-нан астам мұқтаж отбасына көмек көрсетілді. Бұл жұмыстарға бизнес, қоғамдастық, меценаттар, волонтерлік ұйымдар мен мемлекеттік органдар атсалысты. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.